Осыған дейін мен алма ағаштарын жазда кесу туралы бірнеше видео салғанмын. Ал енді бүгін мынау сияқты өрік, қара өрік немесе шабдалы сияқты жеміс ағаштарын қалай кесеміз, сол туралы мәлімет беремін және де көрсетемін. Жалпы жеміс ағаштарының пішін беру туралы келесі видеода толық ақпарат болады. Енді қысқаша айтатын болсақ, мынау сияқты алдымызда тұрған мына алмұрт ағашы. Осы сияқты бейнеде мен әдетте алма және де алмұрт ағаштарын осындай бір лидерлі, ортаңғы жетекші біреу, енді жан-жағына тараған бұтақтары жоғарыға қарай кеткен сайын кішірек болады, ал төменгілер жуан және де мықты болады. Ал енді өрік, қара өрік жалпы мына мықты өсуші, сүйекті ұрықтылар тобына жататындарға басқаша пішін берген дұрыс болады. Мына жерде бізде лидерлер саны көп, жетекшілер саны ортаңғы жетекші алынып тасталған, жан-жаққа қарай кеткен мына көп лидерлі әдісте осылай өсіріледі. Бұл сияқты жеміс ағаштарын кесу үшін мына жетекшілердің бағытын таңдаймыз және де соларды әрқайсысын жеке дара қарастырып, солардың әрі қарай өсуіне мүмкіндік береміз. Мына жерде әлгінде айтқандай жетекшілер мынау біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Бесеу болғанмен жоғарыректен тағы да бұлар екеуленіп кеткендері бар. Жалпы саны бұл жерде бір 8-дей болу керек. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8 жетекші бар. Көп лидерлі осындай әдісте өсірген кезде олардың саны 6-дан 8-ге дейін болған дұрыс болады. Қазір мына жетекшілермен жұмыс істей бастаймыз. Мына жерде бергі жақта мына бір жетекші, жоғары қарай кеткен. Мынаның бір бағыты біреу ғана болу керек. Мынандай екіге бөлініп, өсу күші бірдей екі бұтақ болмау керек. Сондықтан да мынау біздің жетекшіміз болса, екіншісін қысқартамыз. Бәсекелесін қысқартамыз. Сонымен қатар мынау тұрған қатты өсіп жатқан бұтақтарын да қысқартып қоямын қазір. Мынау сияқты қылып, әрбір бұтағын осылай қысқартамыз. Біреуін, тағы біреуін қазір. Сияқты қысқартамыз. Жоғары жағы осындай болып қалуы қажет. Мынау бірінші жетекші, келесілермен жұмыс істейміз. Екіншісі, онда жетекшілерін ерекшелейміз. Мына жетекші және де мынандай ішке қарап өскендерін қысқартамыз. Біреу, екеумен жұмыс істедік. Сонымен қатар мына жерде ішке қарай өскен мынандай бұтақтар болады. Оларды қысқартып қоямыз. Толық алып тастаудың қажеті жоқ. Көктемде мына тұстан, мына жерлерден әдетте гүл ашып жеміс береді оларды. Сондықтан да оларды толық алмай осылай қысқартып қоямыз. 15 см, 20 см ұзындықта осылай қысқартып қоямыз. Екінші жетекшімен жұмыс істедік. Үшіншісі мынау жерден былай шығып тұр бері қарай. Бұның да мынандай мықтырек өсетіндерін осылай кішкене мына жетекшіге бағынышты етіп қоямыз. Жоғары жақтарында да сондайлар бар. Солардың әрқайсысымен жұмыс істейміз. Жоғары жақтар осындай болып кесілді, кадрға ілінбей қалды. Ал енді үш жетекшімен жұмыс істедік. Мына төртіншісі, мына жерде де мынау жетекші, мынау негізгі. Ал енді мына төмен жағынан өсушілер, бұларда қатты өсіп, жарысып бар жатыр. Сондықтан да олардың да биіктігін қысқартып қоямыз. Мына жерде мынандай таралып кеткен жері бар. Мынаны соған сыртқа қарай бағыттасақ болады, бұлайны. Осылай сыртқа қарай. Үш жағын былай аздап қысқартып қойсақ болады. Келесі мынаны да қысқартамыз. Ішкі жағын алып тастасақ болады. Мынаны да аздап қысқартамыз. Мынау біз жетекшіні ерекшелеп қойдық. Жетекшінің ұшын қысқартпаймыз. Бұларды қысқарту қажет болса, көктем кезінде немесе қыс мезгілінде мына жеміс ағашы ұйқыда кезде оларды кескен дұрыс болады. Сол кезде ол жерден тарайтын бұтақтар мықтырек болады. Мынау сияқты төмен жақ. Мынау сияқты бұтақтардың жан-жаққа қарай таратуға көмегін береді. Қазір жаз күні кескен кезде жетекшілерді кеспейміз. Тағы біреумен жұмыс істедік. Мына келесісі, мына жерден
кесілген. Міне тағы да мыналарды қысқартып қоямыз. Келесісін тағы да қысқартамыз. Ал енді мына жетекшісін ұшындағы бұған тиіспейміз. Мынау сияқты тарағандарын тағы да бұларды қысқартып қойсақ болады. Мынау сияқты анау да ұзындау болып тұр. Оны да қазір бері қарай тартып тұрып оны қысқартамын. Сонымен бұл жерде болды. Бұл жерде тағы бір бізде жетекші бар. Бұл жерде екіге таралып кеткен. Екеуінің өсу күші бірдей болып кеткен. Бұлай қалдыруға болмайды. Мына екеуі бірдей. Сондықтан да бұның біреуіне таңдау жасап, екіншісін алып тастауымыз қажет. Мына іш жағындағы мынау мықтырек, сондықтан да мына сырттағысын толық алып тастамаймыз. Ондай 15 см биіктікте қысқартып қоямыз. Шыққан жерінен мынандай 15 см қалдырып, осылай қысқартып қойдық. Келесі бұтақ, келесі жетекші бізде мына түп жақтан тарап тұр. Одан кейін мына жерде ішке қарай кеткені бар. Ішке қарай кеткен бұтағы бар. Оны да былай қысқартамыз. Мына тұрған ішке қарай кеткенді бұны да қысқартамыз. Одан кейін мына жерде мына жетекшінің тағы бір бәсекелесі бар. Оны да қысқартамыз. Осы күйі қалдырсақ болады. Мына жерде ішке қараған ұш жағында екіншісін, оны да алып тастаймыз қазір. Мынау жетекшінің қосарланған ұш жағындағы екіншісін алып тастадық. Жетекші ешқашан екіге бөлініп кетпеу керек. Осы біреу күйінде қалу қажет. Осындай қылып қалдырып қоямыз. Ал енді мында түп жағына шыққан мынаны да осылай қысқартамыз. Ал енді мынау сияқты әлсіз өскендерін бұларға тиіспейміз. Келесі бұтақ бар мына жерде. Бұның да мынандай таралғандары, міне, ол да өрлеп өсіп жатыр, мынау сияқты болып бұлай. Олардың қатты өсуіне жол бермейміз. Біз тек қана мына бір ғана жетекшінің жақсы өсуіне мүмкіндік жасаймыз. Сондықтан да мыналарды қалғандарын осылай бәсеңдетіп қойған дұрыс болады. Енді осымен бізде осылай кесіп біттік. Бұлай кесу жұмыстары енді не пайда береді? Бұлай қарайтын болсақ, міне, әрбір жетекшінің ұшында өзінің бір ғана өсуші, ары қарай жалғастырушы сондай бұтақтар қалды. Бұл кесу не пайда береді? Осылай кескен кезде мына жерден кетіп тұрған шырын осыдан іркіледі. Одан кейін артқа қарай мына жерге қысым беріле бастайды. Сол кезде мынау сияқты гүл ашатын бүршіктер көбірек мына жерге қалыптасады. Мына кескен тұстардан да қалыптасуы мүмкін, әлі жаз мезгілі, әлі де өсіп жатыр бұлар. Мына жерге де қалыптасуы мүмкін. Сонымен қатар мына көп жылдық бұтақтарға да осы жерлерден де осындай кішкене қысқа осындай найзашалар дей ма, гүл ашатын осындай қысқа бұтақ емес, енді бұлар бүршікте емес. Осындайлардың пайда болуына септігін тигізеді осылай кесу жұмыстары жаз күнінде кескен кезде. Ал енді неліктен мына жетекшіні қысқартпаймыз? Жетекшіні қысқартатын болсақ, ол кезде қайтадан осындай мықты өсуші бұтақтар қайтадан өсуге кетіп қалады. Жеміске, келесі жылдың жемісіне пайда болмай қалады. Сондықтан да кескен кезде жүйелі түрде кесу керек. Әрбір жетекшінің өзінің ұшындағы бағдар беруші, бастаушы бұтағын қалдырып қойғанымыз дұрыс болады. Сол кезде осы кесімімізден нәтиже болады. Бүгінге осындай мәлімет арнаға жазылып, лайк батырмасын басып қойыңыздар. Келесі эфирде кездескенше.